Манас үчүлтеген ар тараптан изилдөө жана жайылтууга арналган Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын алкагында Манас улуттук академиясы жана Кыргыз радиосу руханий өзөк долбоорун сунуштайт. Бул долбоор кыргыз элинин кенже эпосторун жана элдик поэмаларын кеңири жайылтуу, улуттук маданиятка көңүл буруу максатында радио берүүлөрдүн сериясын даярдайт. Эртабылды эпосунун кара сөз варианты. Экинчи уктуруу. Микрофондо Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев. Аңгыча катаган элдин карыясы Аксакал уста Кудайназарга келип мындай дейт. Кудайназар Аксакал, ашка бузук салам деп, душманды кылып турушуң кандай кеп? Сен дагы Эрмен кандын уулусуң. Өз атаңдын ашында өкүмдүк кылып жаткан урушуң туура эмес. Ачыгын айтсам, сен элинен качкан уурусуң. Жарагың болсо жамдап, жасооңду берип камдап, урушаар болсоң бери чык. Табылды арзан бала эмес. Сенден тартынып калбайт. Эрмен кандын ашында калмак эрдигиң салса, калың кыргыз сендей кулга ээлетип туруп бермек беле. Өз атаңдын ашында сени өзүм өлтүрөм. Кудайназар устанын бул сөзүн уккан соң деми сууп, Аксакал, биз аттаналык деп карбаластап, Таштулганын төрүн көздөй чыгып кетишти. Табылдынын айылын издеп бармак болуп, эки баланы ээрчитип алып, аттанган Алтыбай Табылдыга баруудан коркуп, кайра артка тартканда алдынан калың жылкынын жайылып келе жатканын көрөт. Жок дегенде эки бие кармап алып барайын деп, эки бие менен келсе, кемегенин башында эч бир киши жок. Суу алганы келген эки келинди көрүп, алардан сурайт. Ушул кемегенин башында, кашында 60 баласы бар. Ашка келген 60 жаштагы аппак сакал карыя бар эле. Алардын алдыларынан тосуп келип, жакшылап конок кылууга бөлүп кеттиби? Табылды өзү келип, абама таази менен салам бердиби? Аш башкарган ким эле бул жакта? Ал абамдын жайын билдиби? Мен болсо Алтыбай болом. Айткылачы келиндер, кабарыңар барбы? Аны угуп келиндер. Катаган элден Эрмен кандын уулу эмес калмак кулу, кузгундай болгон Кудайназар деген бир чал келиптир. Аны кемегенин жанынан уста карыя кууду. Алтыбай деген бир баласын араачы кылып жиберген экен. Ал келгенче күтпөй эле Кудайназар Ташкуланын төрүн көздөй жөнөп кетти деп уктук. Алтыбайдын ачуусу кармап, келиндин чачын жулуп, кирип туруп уруп жибергиси келет. Менин арачы болгонумду кайдан уккан деп сөзүнөн жалганы чыгып, эки бээни жетелеп алып Таштулганын төрүнө чыгат. Абасын таап, бээлерди союп, этине тоюп жатып калышат. Эртең менен Кудайназар балдарын чогултуп алып, 60 жашка келип Аксакал болгон кезде аш башкарган кишилер аралабай кет деп турса бугандай. 60 уулум бар, жоону алам деп жүргөндө аргим мага беттеп келип турса бугандай. Балдарым баарың бирдей кайратталып чыккыла дагы, Табылды жалгыз жүргөндө жолун тосуп, таш менен таамайлап туруп, жыга уруп, кара уруш салып, башын жулгула. Катаган эли болушуп келсе, качпай тоскула. Калмаксың деп четтетип, качырып биз менен беттеше турган болсо, бал тилимди салып, силерди аман алып калайын. Кууп айталым менен чалгалмак тагама барып, калың кошун арбын аскер алайын. Катаган элин каптатып, кара арта чабайын. Ашты башкарбай калганча арымдан өлгөнүм артык. Аттан кыла балдарым. Ашты көздөй барып, улуу жолдун боюнда көчүү болуп туруп, сокургалчы сынчыга чубатууга салып, сынга толгон баланы кан көтөрүп алалы. Кудайназардын кебин уккан балдары абырдан шабыр аттарын бат-баттан токуп, улуу жолдун бою Таштулганын оюна келип түшөт. Табылдынын кетээр жолун көздөп, жыга урам деп Алтыбай колуна койдой кара таш еңип, ала тоо күлүгүн минип, оңду солду каранып турат. Кудайназар аркадагы сынчыны чакырып, балын аштырып, балдарды сынатат. Алтыбайды баш кылып, Кенжебайды төш кылып, кезеги менен чубатат. Балдары сындан өткөн соң, карып калган кезинде жакшысына деп, Кудайназар өзү куу чокморун колуна алып, куу байтал менен бастырып өтөт. Сынчынын өңү бузулуп, сөзүн айта албай кысылып,
көзі тұнарып сүздіріп тұрат. Құдайназар қуып айталы менен дырғытып, құйындай чаңды бұрғытып, сынчының алдына келіп, ентереп собол салат. Кешіктірбей кебігіңді ашық айтып ақ сөйлі. Алтыбай сынға толды бұ, Генжебай сынға толды бұ, қарсыда аваңдың башына сыймық қонды бұ. Сынчы бол соң сыныңдайд, сөз жашырбай шыныңдайд. Сүйінчіңі төбе берем, сүйрем чекті бей берем, жолдуңа ат берем, кешіктірбей бат берем. Қана, 6000 түтін қырғызға қан болор балам бар бекен. Соқыр қара сынчы, тубаса екі көзі жоқ туылсадағы мықты сынчы болған екен. Ақырын кебін салып мұндай дейді. Құдай назар аба, шаштырып мені қиынадың ғой. Шашпаңыз, түбі ұйлайсың. Төмен жақтан бір қалың чаң келет. Чаң ішінде болса бір топ жан. Мен ошол чаңға таң болдым. Байқатшы, ошол чаңды берілмейінше айтуға үнім шықпайды. Құдай назар ачусы келіп, атынан түше қалып, айтсаңчысын чигебіңде, азыр сені евіңді табам. Алысқы чаңды қаратып, мені алақсытқаның бар ғой. Сыныңда көргөніңді айтып, көңіл черімді жазсаңчы, қандай ұрған сынчысың сен өзі. Қара ниет оқшойсың, қалпайтарың білім тұрат. Жинемді қаптатамын азыр. Сынчы қабағын түйіп, қашайып жаны күйіп, Құдай назарға ментіп айтат. Құдай назар қария, менен сынымдың қара ниет еместігін елдің бары білет. Жаратқан мені екі көзім жоқ, бірақ сынчыға бек қылып жараттыр. Сындың айт дегенін айтшумын, қой дегенін қойчумын. Сынап жүрген сынымды сұрадың, ачуыңды келтірбей ұғып тұр. Көрінгенін, білгенін айтып, гөніңі салып қайтайын. Айтсам сенден, айтпасам сындан өлермін. Алтыбай деген бір ұлың ала көден, ақылы тайыз жөн екен. Араққа жақшылап қызып қалса, алпоз сөзі бар. Көрің чалыш құл екенда, көсөр сымақ уыл екен. Алыша кетсем қойбойым деген күшіне ғана шенген, болғын ашқыл жанду киш екен. Қатынының жаннан күндік жерге жол жүріп қалса, айласы кетші ит екен. Генжебай деген уылың болса, герт сөрөй жан екен. Өзінің бойын көтерген гербес сымал, gelin қыздың жанында кеңеш табуучу, екі көз сөрөй, ес түйсінген құл, кирді чықты есі бар, кичи пейір уыл екен. Егер Генжебайдың тілінен шықпай жүрсең, аштан ашқа болбойсыңдағы, аттан жүйі қалбайсың. Егер анын тілін албасаң, қарған кезде қардың ашқа тойбойд. Генжебай сенің көөніңді таштабайд, жөніңді жаман қылбайд. Бирок балдарыңды көргөндө зейінім кейіп, қабырғам сөгілді. Жалпы балдарың бірігіп жамбақтылы көрінді. Шыныменен алғанда бычаққа саптық уылың жоқ екен. Егер жалған айтсам оңбойын. Жаман көрсең жаныма өліміңді сала бер. Еми жақшылап ұғып тұр. Өзіңді сынап берейін. Тіліңде балың, көзіңді қарың, сөзіңді зарың бар екен. Ерге күрек, ерікме екенсің. Бал тіліңді салғанда таш болса да ерічі, таңдайыңда сөйлің бар екен. Бирок ачуың чуқыл, шашма, аяғына жете албай, ақылыңды қачырып алат екенсің. Жай түшіп, қайрачылған жайқы күндің түріндей, жалың бір паста келіп, бір паста жазылат екен. Жазғы күндөй сөгіліп, жалынду болып көрініп, жаш кезіңде өлімден еш жалтанбапсың. Азыр жашың өтіп, көрің жақын көрініп қалыптыр. Сыймығың башыңдан қашып, сырттан сөгің жашыптыр. Жүрген жолыңдан танып, қолыңдан таалайын кетіптір. Шайтан емеріп іздегенің чыр болып, тіліңдің балы, күніңдің барқы кетіптір. Урматтуу радио окуучулар, сиздер Манас улуттук академиясы менен Кыргыз радиосу тарабынан даярдалган руханий өзөк долбоорунан Эртабылды эпосунун кара сөз вариантын угуп жатасыздар. Уландысын келерки дүйшөмбү күнү ушул маалда улантып уктурабыз. Актан Тыныбековдун вариантында Эртабылды эпосун кара сөзгө айлантып кагазга түшүргөндөр Таланталы Бакчиев, Айгерим Кубанычбекова, текстти көркөм окуган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев, режиссеру Жыргаламанова, редактору Жаныбек Эсеналиев.